Барлығыңызға сәлем. Бүгін бізде каша. Яғни бұл ботқа 5 түрлі злак дейді, яғни өнімдері бар араласқан дайын ботқадан жасалынады. Бірінші суды қайнатамыз. Үстіне қайнаған кезде өзімізге керекті мөлшердегі ботқаны саламыз. Сосын оны араластырамыз және осы суда пісуін қадағалаймыз. Пісу барысында да жиі араластыру нұсқаланады. Одан кейін бір қасық үлкен қасықпен қант саламыз. Сосын дәмін көріп өзіңізге егер тағы керек болса қоссаңыз болады. Одан кейін араластырамыз жақсылап. Келесі қосылатын зат бұл сүт. Негізі бұл сүтті ботқа, бірақ сүттің өзіне пісіргеннен суға пісірген дұрыс. Бірінші жақсылап піскеннен кейін барып сүтті қоссаңыз, сүттің де дәмі жақсы шығып тұрады, және сүтті ботқаның құнарлылығы, витаминділігі сақталынады. Жақсылап араластырамыз. Бірнеше минут, примерно бұл ботқаға 5 минут керек. Яғни 5 минуттың ішінде толық дайындалып бітеді. Құрамы менде бүгін сүтті аз қосып, қоюлау қылып жасадым. Егер сіздің үйдегі балаларыңыз сүтті көптеу қылып, сұйықтау қылып ішкісі келетін болса, ұнайтын болса, онда сүтті көптеу қоссаңыз болады. Беретін кезде үстіне май салып беруге болады, варенье салып беруге болады, жеміс-жидектер берсеңіз болады үстіне. Біздің үйдегілер осылай маймен жұмсақ қылып жегенді жақсы көреді. Күнделікті әртүрлі түрінен дайындаймын ботқаларды, бірақ рецептісі осындай. Өздеріңіз жасасаңыз болады. Дәмін көріп, ұнаған болса, маған комментарий қалдырсаңыз болады. Ұнап жатса, лайк басыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.